Сайын Мұратбеков, Жусанисі. Алыста қалған балалық шағым, ойымнан жарғақ сары тоны қаудырлаған, тобығы тайған сол аяғын сүйрете жүгіретін, шілбиген, ақсақ қара бала бір кетпейді. Көзімді сәл жұмсамақ, шуылдаған балалардың ең соңында, сол аяғын жер сыпырғандай көлденең сүйретіп, ес қалмай далбақтап жүгіріп келе жатқан Аянды көргендей болам. Сондайда оның алқына шыққан әлсіз жіңішке дауыспен: «Ей, тоқтаңдаршы, мен сендерге бүгін кешегіден де қызық ертек айтамын», деген жалынышты үнін естимін. Әуелде біз балалар оның ертегі айтатынын білгеніміз жоқ. Ол әжесі екеуі біздің ауылға 42-ші жылдың жазында көшіп келген. Мал дегеннен тек бұзаулы қоңыр сиыры бар еді. Аянның әкесі майданға аттанып, туған анасы содан 2 ай бұрын қайтыс болыпты. Біздің ауылда әжесінің жамағайын төркіндері бар екен, соларды сағалап келсе керек. Біз балалар көшеде екіге жарылып ап, қағазға топырақ орап, бұрқылдата лақтырып атысып ойнап жүретінбіз. Ары өтіп бері өткен кемпір шал: «Желкен қиылғырлар-ай, соғысаздай, бұл атысып ойнайды дегенді қайдан шығарды осылар? Басқа ойын аз бей?» деп ұрсып қуып тастайды. Бірақ олар кетісімен қайта жиналамыз. Қайта атысамыз. Желсіз тымырсық күнде бұрқылдаған май топырақ тұманша қылқып, шаңытып тұрып алады. Жуық арада сейіле қоймайды. Соның арасында тұншыға жүріп, көзіміз ғана жылтырап, бір-бірімізге уралап ұмтыламыз. Ойынның осындай бір қызу шағында біздің атаман Садық кілт тоқтай қап: «Ей, анау кім ей?» деген. Бәріміз сол нұсқаған жаққа қарадық. Анадай жерде шолақ жең ақ жейде, тізеден жоғары қысқа қара шалбар киген, кекіл шашы бар, мұнтаздай таза бір бала тұр екен. Біз қараған кезде ол өзінше әлдеқандай боп кекиіп, 2 қолын қалтасына сап шіреніп қойды. Ойынды тастай сала, бәріміз бірден топырлап жүгіріп әлгінің қасына келдік. Адам көрмегендей бір-бірімізді кимелеп, қоршалай тұра қалдық. Үстіміздегі киімнің кімдіңкі қара, кімдіңкі ақ екені біліп болмайды. Баттасқан шаң топырақ. Шетімізден ит талағандай алым-жұлым, алқа-салқамыз. «Бұл кім ей? Қайдан келген ей?» деп біріміз түртпектей береміз. Өзіне бастан аяқ шұқшия қарап шықты. Ол да сынағандай әрқайсымызды бір шолып өтті. Біздің ұсқынсыз түрімізге көңілі толмаған сияқты шолақ танауын тыржитып қойды. Қоңырқай жүзі тершіп, маңдайындағы біркелкі етіп қиылған кекіл шашын үрлеп тұрды. Кекіліміз жоқ бізге, оның сол қылығының өзі кереметтей сүйкімді көріп қызға қарадық. «Кекілін қарай өзінің, жаман әліне қарамай», деп қағытып өтті Есікбай. Біз күлкіміз келмесе де, оның сөзіне қошемет білдіріп сықылықтай күлдік. Жаңа келген бала қызараңдап теріс айналып кетті. Мен білдім», деді Садық мақтана дауыстап. Онан соң әлгі баланың алдын орай өтіп: «Ей балалар, сендер кеше көшіп келдіңдер ғой, Қоңыр сиырларың бар ғой, деді. «Иә», деді томсарайып тұрған бала оның сөзіне күлімсіреп. «Қоңыр сиырымыз бар». «Атың кім?» «Аян». Біз бәріміз тегіс ұмытып қалмайық дегендей «Аян, Аян» деп күбірлесіп қайталап қойдық. «Жүр, жолдас боламыз», деді Садық оның аппақ білегінен қап-қара қолымен ұстай алып. Аян оның қолына қарады да қызараңдап тұрып, ақырындап білегін босатты. «Сендер жағыстық екен, суға түспей қалай шыдайсыңдар?» деді. «Түсеміз, анау арада тоспа бар, жүр түсейік, суы во!» деп Садық ауылдағы жоғарғы жағындағы шұңқыр тоспаны жерге сыйғызбай мақтай жөнелді. Аян бізге қосылып солай қарай жүрді. Ауылға жаңа баланың келуі біз үшін нағыз мереке болатын. Әрқайсымыз оның көзіне түсіп қалуға тырысушы едік. Сондықтан бірімізден біріміз артық көрінбек боп әйгеп мақтанатынбыз. «Мен судың астында 60-ға дейін санап алып жатамын», деп бөсті Садық. «Менің де мынандай ақ көйлегім бар, үлкен сандықта жатыр, апам кигізбейді», деді көп үндемейтін Қосым тырнауықта. Қосым төбелескенде ылғи баж етіп кеп бетті тырнайтын, сондықтан оны тырнауық дейтін біз. Өзінен көп балалар қорқатын, оған тек Есікбай ғана тік келуші еді. Қазірде ол: «Ей, кетші әрі тырнауық мысық, сенің үйіңде алтын барын да білеміз», деп ентелеп келе жатқан Қосымды көкірегінен итеріп жіберді. Есікбай сидаң бойлы, қол-аяғы қара қайыстай қатқан ұзын, жүгіргенде алдына жан салмайтын, өзі төбелесқор сотқар бала еді.
Кейде қараптан қарап келе жатып, әргінге бір ұрынатын жаман әдеті бар. Әлі жеткенде аяқтан шалып қап, болмаса басынан тоқай алып жылатып жіберетін. Қазірде ол Аянның алдында қыр көрсеткісі кеп, «Тырнағаның қайсей, мысық?» деп Қосымды аяғынан шалып қалды. Қосым жалп етіп ұшып түсті де, терісі сыдырылған тізесін ұстаған күйі көзі жасаурап қайта тұрды. Біраз жүргеннен кейін Есікбай оның басына түйе тоқай ала бастады. Жылап жіберген Қосым тырнамақ боп ызағорлана ұмтылған. Есікбай оның ұзын қолымен тұмсықтата салып жіберді. Қосымның мұрнынан қан дірдектеп, бақырып үйіне кетті. Сол күні біз суға түсіп, күнге қақталып, кешке дейін тоспа басында ойнадық. Аян бұрыннан таныс адамдай етене боп кетті. Ол өте ақ көңіл, ақылды бала екен. Адамды іш тартып тұратын жайдары жүзі, не десең де тез көне кететін жұмсақ мінезі бізді бірден үйіріп әкетті. Ең жақсы қасиеті ешкіммен төбелесіп сөзге келмейтіндігі еді. Бір-екі рет кейбір шатақ құмар балалар тиісіп те көрген болатын. Аян үндеместен қабағын түйіп, ондайларға сырт айналып кетіп жүрді. Өзінің жауап қайыра алмағаннан алғандай боп, «Менің көкем де жоқ, апам да жоқ. Сондықтан төбелессем, әжем ұрсады ғой», деп қойды ол. Алыс-жұлыс ойын үстінде күрескенімізде ол біразымызды жығып кетті. Тек Есікбайдан ғана жығылды. Алғашқы күннен бастап Аянмен етене жақын дос болуды әркім-ақ ойлай бастаған. Бірақ ол ешкімге ерекше ықылас білдірген жоқ. Бірімізден біріміз бөліп жарған жоқ. Бәрімізбен де жақсы жолдас болды. 3-4 күн өткен соң, әбден үйренісіп алғаннан кейін, ұрынарға қара таппай жүретін Есікбай басқа балаларға істейтін қылығын Аянға да істеді. Онымен төбелескісі келіп, өзінен өзі жөнсіз тиісе бастады. Аян оған жасқаншақтай қарап, «Қойсаңшы енді», деп күңкілдеген сайын, Есікбай ыржақтап кеп қайта-қайта оның басынан тоқай алып, аяғынан шалып мазасын кетірді. Ыза болған Аян ақырында, «Төбелесесің бе?» деген. Есікбай оны мазақтай түсіп, «Сенімен бе? Қойшай!» деп кеп сілекейін Аянның бетіне жаға салды. Мұнан әрі шыдау мүмкін емес еді. «Мен бұл көшенің ортасында төбелеспеймін. Жүр анау сайға, ел көрмейтін жерге барып төбелесейік», деді Аян. «Қойшай, мынау дөу ғой, деп Есікбай сілекейін Аянға тағы жақты. «Жүр ал, Есікбай көкеңнің жұдырығын иіскеген кеп тұрса». Ол енді Аянды итермелей түсіп сайға қарай жүгірді. Екеуінің төбелесін көру үшін біз де ердік. Сайға түскен соң Аян жейдесін шешіп, шеткі бұтаның басына ілді де бірден Есікбаймен алыса кетті. Есікбайдың бойы анағұрлым биік еді. Екеуі шартпа-шарт белдескен кезде ол Аянды белінен қапсыра қысып, қайқайтып бойымен басты. Бірақ қанша күшенгенімен жығуға шамасы келмеді. Дереу бір қолмен Аянды кекілінен шап ете қап, шалқасынан гүрс еткізді. Жығып ап Аянның бет-аузына былшылдатып соға бастады. Аян тырс етіп үн шығармастан астында жатып, құр қол-аяғын ербеңдете берді. Тек бір кезде Есікбай «Ойбай!» деп баж ете түсті де, бір жағына қарай бұралаңдап жығыла берді. Аян оның қолын бұрап жіберген екен. Енді Аян күш алды. Ол аузы қанған болып атып тұрып, Есікбайды алқымынан бүре түсіп, жер сүздіріп тұқырта берді. Өздері апыр-топыр қылған қара топыраққа Есікбайдың бет-аузын бір-екі рет көміп жіберген. «Ойбай, болды!» деп айқай салды Есікбай. Аян оның басынан аттап тұрып кетті. Ұшып тұрған Есікбай тағы да тап берген. Аян оны белдесуге жібермей екі қолынан ұстай алды да жата беріс тастап ыңқ еткізді. Бірақ үстінен басып соққан жоқ. Қатты жығылған Есікбай біразға дейін тұра алмай ыңқылдап жатты. Аян болса бұлаққа барып бет-аузының қанын жуып, ақ жейдесін киіп, түк білмеген, түк көрмегендей үйіне қайтты. Осы төбелестен кейін-ақ Аянға ешкім тиіспейтін болды. Күзде оқу басталып, 7 мен 10 жастың аралығындағы өңшең бірөңкей балалар 1-ші класқа бардық. Бізді Иманжанов деген шашы аппақ қудай, қолы басы тоңған адамша дірілдей қалшылдап, көзі қып-қызыл боп жасаурап отыратын қарт кісі оқытты. Бұл кісі денсаулығының нашарлауы себепті қаладан көшіп келген мұғалім екен. Бізге күн сайын үйінен әкелген қағазды бір-бір парақтап үлестіріп беріп, әріптерді үйрете бастады. Аян екеуміз бір партаға отырғанбыз.
Бірінші күннен ақ ол зеректігімен көзге түсті. Мұғалімнің тақтаға жазған әріптерін айна қатесіз қағазға түсіріп тез жаттап алып жүрді. Тіпті келе-келе күніне бір-екі әріптен ғана өткенімізге көңілі толмай, барлық әріптерді тезірек неге үйретпейді екен, шіркін, ағама хат жазар едім деп күңкілдейтін. Әрине, майдандағы әке ағамызға хат жазу бәріміздің де көкейіміздегі асыл арманымыз еді. Сонымызды сезгенде Иманжанов та бізге тезірек хат танытуға бар күшін салып бақты. Сөйтіп бас-аяғы бірер айдың ішінде әріптерді тегіс жаттап, бірлі-жарым сөздерді құрап, жазылатындай халге жеттік. Ал Аян болса кәдімгідей асса жаннан артық көретін аға деп бастап хат жазатын болды. Ендігі оның қуанышында шек жоқ еді. Күнде сабақтан кейін үйіне келісімен төр алдында етпетінен түсіп, сиялы қарындашты тілімен жалап қойып, бет-аузын сия-сия ғып ағасына хатты үсті-үстіне жазатын да жататын. Күніне 2-3 хаттан жазады. Кейде әжесінің айтқанын жазса, кейде өз бетінше жаза беретін. Біз басқа балалар әлі де сөйлем құрап жаза алмайтынбыз. Сондықтан Аянға кеп, хат жазуды үйретші деп жата жапсатынбыз. Аян білденбейтін, жымың-жымың етіп күлетін де, мә, менің хатымды көшіріп жаз, тек менің ағамның орнына өз ағаңның атын жаз деп қоятын. Сөйте-сөйте хат жазуды бәріміз де үйрендік. Енді біздің ауылдан күніне майданға сөзі де, мазмұны да, кейде тіпті кісі бірдей 20-30 хаттан кетіп жататын болды. Дәл біздің хат тануымызды күтіп жүргендей ақ, 2 айдан кейін Иманжанов қатты науқастанып төсек тартып жатып қалды. Бір қол, бір аяғынан паралич болған. Басқа мұғалім келмеді. Осылайша біздің оқуымыз да келер жылға дейін тоқтаған еді. Бірде Аян өрістен мал қайырып келе жатып, үйретемін деп өзінің қасқа бұзауына секіріп мінген. Семіз бұзау мөңкіп шығып кетті. Сол жолы Аянның тобығы тайып бір айдай үйінде ауырып жатты. Осыдан кейін ақ Аянның тобығы тайғыш болып қалды. Қайтетіп алысса, я секірсе, тобығы тайып кететінде Аян ойбай, аяғым-ай, аяғым-ай деп жан ұшыра бақырып жата қалатын. Бірте-бірте ол алысып жұлысып ойнайтын ойындарға араласпай, шеттеп, бар қызыққа тек анадайдан сырттай қызыға қарап тұратын болды. Тобығы 3-ші рет тайғанда ол үйінде бұрынғыдан да ұзағырақ жатты. Бұл кезде қыс түсіп қар жауған, біз болсақ сырғанақтың қызығына кіріскенбіз. Біздің ауыл Ешкөлмес деген кішкене қоңыр таудың дәл етегінде еді. Ұзыннан ұзақ бір көше боп жоғарыдан төмен қарай созылып жататын. Қыста осы жалғыз көшенің басынан аяғына дейін балалар жуылдаса топырлай жүріп, қарды таптап сырғанақ жасайтынбыз. Қар қалың түскенімен таулы жердің күні өте жайма шуақ жылы болатын. Тапталған қар күні бойы жентектеліп еріп, кешке қарай көк мұз боп қатып қалатын. Дәл сол кезде үйден шанасы барлар шанасын сүйретіп, конькиі барлары аяғына конькиін байлап, балатаулы тегіс көшеге шығатын. Қас пен көздің арасында ұзын көше бастан аяқ қабырлаған балаға толып кетуші еді. Ушу боп, біреулері төмен қарай оқша зулап шанасының табанынан от жарқылдатып бара жатқанда, енді бір шұбалған топ шаналарын сүйретіп, жоғарыға өрлеп бара жататын. Бүгінде сырғанақтағы ойынның сондай бір қызған шағы еді. Күннің көзі қанталағандай боп ерекше қызарып, ұясына қонуға таянған. Сірескен ақ қардың бетінде бір сәтке жұқалаң қызғылт кілегей тұрды. Күні бойы Ешкөлместің күнгейінде жайылған мал, ешкім қайырмаса да бір ізбен шұбырып ауылға қайтқан. Кенет бүкіл ауылды шулыға шыққан ащы дауыстар селт еткізді. Төбе қиқаны шымырлатып, жоқтау айтқан дауыстар. Аянның үйінен шығып жатыр. Мұндайда балалар елкіш келеді ғой, сырғанақты тастай бере, дәл бірдеңеден құр қалатындай бәріміз бірдей дүрліге дүркіресіп, Аянның үйіне қарай лап қойдық. Артымыздан жетпей жатып, алдымызда не боп қалғанын естіп те үлгердік. Аянның әжесі өліп қапты деген сыбырды алқына тұрып сүйінші сұрағандай бір-бірімізге біріміз жеткіздік. Жарғақ сары тон киген Аян, күлімдеп тұратын қара көзі шарасынан шыға жаутаңдап, өңі боп-боз есігінің алдында тұр екен. Үйінде көрші-қолаң әйелдер бір-бірімен шуылдаса көрісіп,
азан-қазан боп жатқанымен ол көзіне жас алмапты. Біз өзара сөйлескеніміз болмаса, оған үн қатқамыз жоқ. Аян да бізді үнсіз қарсы алды, сүйреткен шанамызға, конькиімізге көз салды. Тоңғаннан ба, танауын жиі-жиі тартып, дір-дір етеді. Күн ұясына еніп бара жатыр. Аян болса, сол мелшиген күйде жалтақ-жалтақ етіп, ауылдың әр тұсынан әжетайлап дауыс қойып келе жатқан үлкен адамдарға қарайды. Бірақ олардың бірі де бұған назар аударар емес. Біз болсақ, енді қайтер екен деп қызықтағандай, одан көз айырмастан ортағап қоршалай тұрмыз. Өзара сыбырласқан боп, оған да естірте, әжесі өлгенде неге жыламайды деп қоямыз. Аян естісе де естімеген адамша міз бақпайды. Тек әлдебір уақытта бас жоқ, аяқ жоқ, ертегі тыңдайсыңдар ма деді. Онан соң біздің жауабымызды күтпестен өзі бастап үйдің бұрышына айналды. Жүріңдер, үйдің сыртына отырайық. Біз оның соңынан ердік. Үйдің сырт жағына кеп шаналарымызды қаз-қатар тіздік те, өзіміз жайғаса отырып, енді не дер екен дегендей Аянның аузына қарадық. Ол сотынжыраған қалпында бәріміздің жүзімізді бір сүзіп өтті де, күлкілсін айтайын ба деді. Біз үн-түнсіз бас изедік. Аян тонының омырауына тұмсығын тығып сәл күрсініп қойды да, ойға шомған күйде сыбырлағандай дауыспен, ертеде бір жетім бала болыпты деп ертегісін бастады. Сол күні оның ертегісі түннің жарымында бірақ аяқталды. Әуелде тұнжыраған күймен жабырқау басталса да, келе-келе ертегінің күлкілі оқиғасы көбейіп, Аян да бауырын жазып, бәріміз көңілді күлкіге батып, қарық боп қалды. Тіпті Аянның әжесінің өлгенінде ұмытып кетіппіз. Сықылықтап күліп, мәз-мейрам боп, «Ей, тағы да айтшы!» деп жан-жақтан шулап қоя бердік. «Жоқ, ертең айтамын, бүгінге осымен бітті», деді ол салмақты үнмен. Басын көтеріп аспанға қарады. Жұлдыздың нуы жиі екен, ертең күн ашық болады», деп қойды үлкен кісіше. Бәріміз жапа-тармағай аспанға қарадық. Шынында да жұлдыздар жайшылықтағыдан әлде қайда көп еді. Баттиып, балқыған қорғасынша сорғалап ағып түсердей боп жарқырайды. Біз Аянның ертеңгі күннің ашық болатынын жұлдызға қарап айтқанына іштей сүйсіне таңырқасып қойдық. Менің қасымда отырған Садық, «Қалай білейдей?» деп таңырқауын жасыра алмады. Енді біреу менің құлағыма сыбырлап, «Ну деген не?» деп сұрады. «Білмеймін», дедім мен де. Бірақ бұл сөздің мағынасын сұрап алуға батпадық. Ертеңіне Аянның әжесі жерленді. Жұрт ат қойып, зираттан қайтқанда, Аян әжесінің қабірінің басында елдің ең соңынан шошайып жалғыз қалды. Ол бұл күні де жылаған жоқ. Қарлы топырақ араласқан жас қабірге жаутаңдап біраз қарап тұрды да, бір уыс топырақты іліп ап, «Топырағың жеңіл болсын, әже», деп шапшып жіберді. Онан соң қып-қызыл боп тоңған екі қолын аузымен кезек-кезек үрлеп қойып, ауылға қайтты. Сол күні Аян әжесінің тумаласы Бапай деген шалдың үйіне көшті. Біз көшеде сырғанақ тебуге кіріскенбіз. Дәл осы кезде азынаулақ көрпе жастық тиелген шананы Бапай айдап, Аян өзі қоңыр сиырын бұйдасынан жетелеп, көшенің басындағы шалдың үйіне көшіп бара жатты. Қоңыр сиыр үйренген қорасынан шыққысы келмей, тартыншақтай бастаған. Біз бір топ бала шуылдаса қаумалап артынан айдадық. Қоңыр сиыр көзі шарасынан шыға шатынап, танауын пысылдатып, басын шайқап-шайқап, Аянды сүзіп жіберердей боп алға қарай оқтана жүрді. Бірақ сүзген жоқ. Жүріп келе жатқан бойда Аянның қаудырлаған сары тонының етегінен иіскеді де, тұмсығын созып, ыңырана мөңіреді. Аян ақсаңдаған күйде бізге бұрыла қарап, «Жануар бәрін біледі», деді. Аянның сиырын Бапай шалдың үйіне дейін айдасып барғаннан кейін біз сырғанаққа оралып, ойынға қайта кірістік. Сәлден соң Аянда сырғанақ басына келді. Өзінің шанасы жоқ, сондықтан елдің шана тіпкенін қызықтап қарап тұрды. Бірде менің көктақтайлы шанамды нұсқап, «Менің де шанам дәл осындай еді, көшкенде ана жақта қалды», деп қойды. Мен оның жаудырап қарап тұрғанына шыдай алмай, «Мә, Аян, сен бір жол теуіп кел», деп шанамды бердім. Қуанғаннан ол езуін жия алмай ыршия күліп кеп шанаға отырды да, «Ал, менімен кім жарысады?» деп айқайлап, еңіске қарай зулата жөнелді.
Менен кейін оған шанасын Садық берді, онан кейін Есікбай берді. Қысқасы Аянға бәріміздің шанамызды бір-бір еттен теуіп шықты. Ол қып-қызыл боп қара терге түсі ентігіп, алабұртып, елден ерекше даурыға сөйлеп, сақылдап, күлумен болды. Ымырт сәулесі ыдырап, қараңғылық үйіріле бастаған кезде, басынан томағын алып желпіне тоқтаған Аян: «Жүріңдер, бүгін мен кешегіден де қызық ертек айтамын», деді. Біз опыр-топыр боп шуласып, Аянның бастауымен Бапай шалдың үйінің іргесіне келдік. Аянды орта қалып, енді жайғасып отыра бергенімізде, есік ашылып, сыртқа Бапайдың кемпірі шықты да: «Өйбай бетім-ай, бұ дүбірлеген не десем, мыналар екен ғой. Аулақ жүріңдер әрі. Өй өңшең топырлаған немелер. Онысы несі-ай? Тап терезенің түбіне кеп үймелегендері», деп қуып жіберді. Енді қайттік дегендей, көшеде аңтарылып тұрғанымызда Садық: «Мен таптым қай жерге отыруға болатынын», деді. Бәріміз соған қарай қалдық. Анау ат қораның төбесіне шығайық та шөпке белуардан кіріп ап отырайық. Біз санымызды шапалақтап уралап, ауылдың шетіндегі ат қораға қарай жүгірдік. Арт жағы аласа тас қораның үстіне тырмыса шығып алдық та, сол күні ғана Қаройдан әкелінген көк жауқазын шөпті үңгіп жіберіп, отыра кеттік. Құрғақ шөптің танауды жарыған хош иісі мас қылғандай тұла бойды шымырлатады. Шетімізден пысқырынып, мұндай рахат дүниеге тапқанымызға мәз-мейрам боп, бірімізді біріміз итеріп қап, шөпке аунатып, сықылықтай күлісіп, жұмсақ шөпке тығыла түсеміз. Бәріміз алқа қотан жайғасқаннан кейін, ортамыздағы Аян тісінің арасынан сызылта шырт еткізіп түкіріп қойып, көтеріле түсіп, астына шөп жұмарылап басқамыздан орнын биіктеу ғып отырды. Онан соң қабағын шытып, ойға батқан күйде төмендегі үңірейе қарауытып жатқан терең құзға көз жіберді. Бізді еріксіз енді сол жаққа жалтақтадық. Құз іші қорқынышты. «Ертеде бір жетім бала бопты», деп Аян екінші ертексін бастады. Сыбырлай шыққан даусында өз айтқанына қалайда қалтқысыз селіндіретіндей керемет бір күш бар. Біз тымтырыс боп тына қалдық. Бір сәтке дәл астымыздан қораның ішінен жылқылардың күтір-күтір шөп жеп тұрғаны, пысқырғаны, тарпығандары, қасынғандары естілді. Бірақ біртіндеп Аянның ертегісі қызған сайын әлгі дыбыстардың бәрі құлақтан шет қалып, төңіректі бүкіл еш көлмес баурайын төмендегі терең құзды ғажайып бір тыныштық басты. Бұл дүние ертегі қиял дүниесіне, сиқырлы дүниеге айналып, біз өзіміздің бар жоғымызды да ұмытқандай болдық. Сол күннен бастап, күнде кешкісін ат қораның төбесіне жиналуды әдетке айналдырдық. Екінші күні тағы да әлгі Садық бір пәлені шығарған. Үйінен алақандай газет жыртындысы мен темекі ұрлап әкеліпті. Әлгісін кәдімгідей ешкі сирақтандырып ұзын етіп орады да, қалтасының түбінен әзер тапқан сіріңкенің жалғыз шиімін тұтатып, сонысымен нысаттана сорып қойып отырды. Ертегі тыңдады. «Ей, әкеші бір сорайын», деп ақыры Садықтың жандағы отырған Қосым шыдай алмай, Садық шылымын оған бір сорғызды. Қосым қомағайлана түтінді ішіне тартамын деп, қақалып жөтеліп тұншығып қала жаздады. Біз бәріміз оны мазақтап, өзін біраз жерге апарып, кеу-кеулеп алдық. «О, маубас, тарта алмасаң бар сұрап не қыласың?» деп табаладық. Онан Есікбай: «Кәне Садық, мен бір сорайыншы», деді. Садық шылымын оған да бір сорғызды. Есікбай қақалған жоқ. Түтінді аузын бір толтырып сорып алды да, ақырындап танауынан бұрқ-бұрқ еткізіп шығара отырып, «Міне қалай тарту керек» дегендей мақтанып қойды. Онан кейін темекіні менде сұрап бір сордым, менен кейін тағы біреу. Ақыры Садықтың ұзын темекісін барлығымыз бір-бір сорумен ақтауыстық. Келесі күні қораның төбесінен жиналғанымызда көпшілігіміз үйден қағаз бен темекі ұрлап алып шыққан екенбіз. Енді бір-бір шылым орап, темекіні жарыса тартатын болдық. Темекі тартып отырып тыңдағанда Аянның ертегісі де әлдеқайда қызық сияқты көрінді. Бір күндері кейбіреулеріміз үйімізген темекі ұрлап жүргенімізді біліп қойып, енді аналарымыз темекіні қиындау жерге тығатын болды. Бірақ біз бұған да амал тауып кеттік. Осы анау махут тұрдағы ылғи жылқының кепкен тезегін шылым қып тартады да жүреді ғой, десіп, бізде енді күндізден қалтамызға жылқының кепкен тезегін салып жүрдік.
Сөйтіп, Аянның ертегісін тыңдаған кезде кейбіріміз ішіне жылқы тезегі салынған ешкі сирақ темекіні бұрқырата сорушы едік. Ғажап ертегілер еді. Дүниедегі жақсылық атаулының бәрі ерлік те, ізгілік те, сұлулық пен ақылдылық та, әйтеуір адамға тән небір асыл қасиеттің барлығы да сол Аянның ертегілерінде болушы еді. Аян батырлық туралы ертегі айтқанда, біз алым-жұлым киінген қара борбай балалар бір сәтке жадау қалпымызды ұмытып, шетімізден көксемсерді жарқ-жұрқ еткізіп, ат ойнақтатып жауға қарсы арыстанша шабатын нағыз қас батырдай сезінуші едік өзімізді. Өмірімізде қосауыз мылтықтан өзге ештеңені көрмесек те, жарқ-жұрқ еткен көксемсер тұрғанда зеңбірек, пулемет дегендерді айтар сөзге, көңілге олқы түсіп, ойыншық сияқты боп қалатын. Өйткені Аянның ертегілеріндегі батырлар сілтеген көксемсерге қызығып, иланатынымыз сонша, оны қару біткеннің құдайы көретінбіз. Ух шіркін, сондай семсерім боп, мен де соғысқа барсам, фашистерді тура бауша қияр едім, деп тістенетін Несіпбай. Ал мен, бар ғой, тек бастарынан ғана шабар едім, дейтін Садық арман еткендей даусын соза сөйлеп құшырланып, көксемсерді жарқ-жұрқ еткізіп келе жатқанымда алдымнан көкем шыға келсе, ой керемет болар еді, мұнан әрі соғысқа баруды, фашистерді қыруды, сөйтіп әке-ағаларымызды тауып алуды әрқайсымыз өзінше сөз етіп тәтті арманға шоматынбыз. Өзі жетім болған соң ба, кім білсін, Аянның ертегілері көбіне жетім бала туралы болушы еді. Жетім баланың тағдырына байланысты үрейлі ертегіні бастаған кезде ауылдың шетіндегі сай-саланы жырағызды тегіс, жалмауыз кемпірлер, жезтырнақтар, жалғыз көзді дәулер, деу перілер жайлап кеткендей болушы еді. Төңірек тегіс үрейге толатын. Құз жақтан соққан суық желдің ызыңы неше түрлі боп құбылып естілетін. Бірде сыңсып, бірде ұлығандай үн келетін құлаққа. Біз әр дыбысты қалт жіберместен үрпейісіп, біреу а десе ойбай аттанға бірден салып, тымтырағай зытуға дайын отыратынбыз. Ғажап ертегілер. Біз бір кештің өзінде ұзындығы 2 қарыс темекінің екшеуін тосатынбыз. Ақыры қолымыз темекіні орауға икемге келмей, тісіміз тісімізге тимей сақылдап тоңатынбыз. Бірақ Аянның ертегісі таусылмай, ешкім тырп етпеуші еді. Танауымызды қос-қосынан тартып қойып, шөп қуысына тығыла түсетінбіз. Ертегі біткен кезде ғана өктеп еркін тыныстап, құрыстап қалған бойымызды жазып, керіліп созылып, жетім баланың бақытқа кенелгеніне шын жүректен қуанатынбыз. Кей күні Аян сирек тістерін көрсете отырып, жымың-жымың күліп қойып көңілді, күлдіргі ертегілерді бастайтын. Ондайда біз қыстың сай-сүйектен өтіп, дірдектеткен ызғарлы суығын ұмытып, ішекті түйнеген күлкіден қиқылдасып, шиқылдасып, көзімізбен мұрнымыздан сорамыз бірдей ағып, әрқайсымыз әр жаққа ішімізді басып домалайтынбызда қалатынбыз. Ол күнде біз бұ дүниеде соғыс дегеннің бар екенін, әрқайсымыздың әке-ағаларымыздың алыста, сонау батыста, жаудан оқтың астында жүргендігінен естен шығаратынбыз. Аян, тағы да, енді осылай тағы бір ертегі айтшы, деп тұс-тұстан жиналатынбыз оған. Бірақ Аян бір түнде бір ертегіден артық қалай жалынсаң да айтпайтын. Орнынан тұрып, үстін қағып, түн ортасы боп қалды ғой, жетер енді, деп салмақтана сөйлеп, сендер қызықсаңдар, бір күннің ішінде 2 ертегіні ойлап шығару оңай дейсіңдер ме, деп қоятын онан соң. Біз ертегілердің бәрін Аянның өзі күнделікті ойлап шығаратынын білсек те, оған пәлендей мән бермеуші едік. Бар білетініміз, Аян күнде неше түрлі ертегілерді ойлап кеп, кешкілік бізге айтып беруі керек. Ал біз үйіп отырып тыңдағанды ғана білеміз. Ертегі ойлап шығару оңай ма, қиын ба, ол жағын еш шаруамыз жоқ. Тіпті ол жағын сөз ете қалғанның өзінде де, Аян ғой күн сайын бір ертегі ойлап шығарады. Ендеше ертегі шығару қиын да емес шығар, тек басқамыз ертегіні қалай құрастырудың әдісін білмейтін болармыз, деп түйетінбіз. Ал ол нендей әдіс, ол жағын қазбалап ойлап түсуге не өреміз жетпейтінде, не мойнымыз жар бермейтін. Таң атқаннан күн батқанша салып-сұлп етіп, көшенің аяғынан басына дейін шана сүйретіп, сырғанау ойнауды ғана білетінбіз.
Кешкісін тесік пималарымыз бен сырма шарықтарымызды зілдей боп шылқылдап су өткеніне қарамастан атқораның төбесіне тартатынбыз. Алғашқы күндері күндізгі ойын кезінде Аянға шанамызды кезекпе-кезек сырғанауға беріп жүрдік те, келе-келе шетімізден сараңси бастадық. Қызық ойынның үстінде шанаңды бір жолға болса да біреуге беріп қойып, өзің сырттай қарап тұрғанға тағатың жетпейтін. Сондықтан ендігі жерде Аянға шана күніне бір рет қана тиетін. Онда да ойынның қызуы бәсеңсіген шақта барып біреуіміз «Мә Аян, бір рет теуіп кел» деп оны мүсіркегеннен амалсыз бергендей болушы едік. Аян да енді бұрынғысындай шанаға отырғанына қуана даурықпайтын. Қызараңдай күлімсіреп кеп, шананы қолыңнан именшектеп алатын да, бір сырғанап кеп қолыңа беретін. Онан соң сары тонының омырауына тұмсығын тығып, суық сорған өңі көкпеңбек боп бозарып, біздің ойынымызға қарап, шетте үнсіз состиятында тұратын. Тек бапайдың кемпірі «Әй, Аян, қайдасың? Анау сиырды байла, қаз-үйректі қама, биені суғарып шөп сал» деген кезде бізге жалтақтап қарап үйге кететін. Едәуір уақыттан кейін қайтып оралатын. Оның асыға күтетін шағы күннің ұясына қонуы. Күн ұясына қонды деген шақ жүзі жадырап сала береді. «Ал жүріңдер, мен кешегіден де қызық ертек айтамын» деп еліктіре жөнеледі. Кейде ертегі тыңдауға ол күндіз де шақыратын. «Сырғанақ деген немене? Тек киім тоздыру, шаршау» деп менсінбегенде ерінін шүйіріп қоятын. Ондай кезде оған «Ағатай, мә сырғанашы» деп шанаңды көсегелденен тосып жалынсаң, пысқырып қарамайтындай көрінетін. Сонан кейін-ақ ойынның сәні кетуші еді. «Шынында да менің шарағымнан су өтіп кетті. Жүріңдер, атқораның төбесіне барайық» десіп, сетіне басатынбыз. Біздің бұл түрімізді көріп, Аян сырғанақты онан әрмін жамандайтын. Онан біздің шаналарымызға қарап қойып, «Мыналарың шана ма?» дейтін мұрнын тыжырайтып. Шіркін, өзінің рулі бар, алдында шамы бар, ылдиға да, өрге де бірдей сырғанайтын шана болса... «Ой, қойшы, ондай шана болушы ма еді? Болғанда қандай? Қобыланды батырдың тайбурылындай ұшатын аттар бар ма?» «Бар, ендеше ылди өрге бірдей сырғанайтын рульді шана да бар». Мұнан әрі Аянмен сөз таластыра алмайтынбыз. Кім білсін, мүмкін сондай шана бар шығар. Әркім іштей «Шіркін, Аянның айтқандай ылди өрге бірдей сырғанайтын рульді шанам болса» деп қиялдайтын сияқты едік сол бір сәтте. Қызық еді Аянның мінезі. Бірде түн ортасында дәл ұйқыға жатардың алдында далаға шыққам. Көшеде сырғанақта біреу зуылға атып шана теуіп бара деген. Жымжырт айлы түнде әлгі бір ғана шананың өзі гүрілдеп, жер көшіп келе жатқандай дүбір шығарады. Шыдай алмай жүгіріп сырғанаққа бардым. Міне қызық, шана теуіп жүрген Аян екен. Ай жарығында анық көрінді. Жүзі жайнан қағып, екі иінінен алқына дем алады. Тонының екі етегі далпылдап, шананы көшенің басына қарай сүйрете жүгірді. Мені көріп бұрылды да «Жүр, ойнайсың ба?» деп дауыстай сөйледі. «Қойшы, түн жарымында есірі дұрыс адам ойнай ма?» «Ойнағанда қандай? Ту, сен өзің мынандай айлы жарықты түнде шанамен сырғанаудың қандай керемет екенін білмейді екенсің ғой. Айлы түнде шанаға сиқырлы қанат бітеді» деді де Аян жүгіре жөнелді. Сәлден кейін көшенің басына шығып ап, тағы да жер көшкендей қып, бүкіл ауылды жаңғырықтыра гүрілдетіп, шанамен төмен қарай жұлдыздай ақты. Дәл мен тұрған тұста кішкене төмпешік бар болатын. Зулап келген шана әлгі төмпешікке жеткенде есікпен төрдей жерге бірақ ырғыды да табанынан от жарқ етіп өте шықты. Аян қолын көтеріп «Ура!» деп айғайлады. Маған шынында да ол теуіп жүрген шанаға сиқырлы қанат біткендей көрінді. Жүгіріп үйге келдім де қараңғауыз бөлмеден бос тұрған шелек легенді даңғыр-дұңғыр еткізіп шанамды іздей бастадым. «Ойбай, үрейт кіріп кетті ме?» деп үйден анам шыққан. Менің шанама жармасқанымды көріп «Сен бісің? Нені қиратып жүрсің?» деді таңырқап. «Апа, шана тебем». Апам шошып кетті. «Тәйтәрі, осы жеті түнде шанасы несей мынаның? Бірдеңе көрінер мынаған, елден ерекше» деп ұрсып берді. «Иә, әне Аян сырғанап жүр». «Аян? Ой, желкен қиылсын сенің. Аян дейді ғой, Аян дейді. Тастәрі» деп апам шананы әрі түкпір бұрышқа қарай итеріп тастап, мені желкемнен бір түйді. «Жат төсегіңе,
ертеңде күн бар. Мен сүмірейіп кеп төр алдына атаммен қатарласа салынған төсегіме жаттым. Көпке дейін ұйықтай алмадым. Көшенің басынан аяғына дейін зырқылдатып шананың дүбірі дәл біздің үйдің іргесіне жүргендей жерді солқылдатып естіліп тұрды. Сол күні қанатты шанамен ылди өрге бірдей зулата сырғанап жүрген Аян түсіме де кірді. Сөйтіп Аян бір қулық тауып алды. Енді ол күнде кешкісін біздің сол күні ойлап шығарған жаңа ертегісін тездетіп айтып бітіреді де, біреуміздің шанамызды сұрап ап, түннің бір уағына дейін сырғанақта жападан жалғыз ойнайды. Бір күні күн бұлттанып, оңынан баяу ғана ызғырық жел соғып тұрды. Қараңғылық ерте түскен. Бізде дағды бойынша ауыл үйлері шам жаға бастаған кезде ат қораның төбесіне жинала қалдық. Аян бұл күні өте-мөте көңілдеді. Бәріміз жапа тармаға ешкі сирақ шылым орауға кіріскенбіз. «Әй, мен сендерге бір қызық айтайын ба?» деді ол сүйінші сұрағандай қуаныш түнмен. «Мен бүгін таң алдында түсімде ағамды көрдім. Рас айтам, түнде жатарда ағамның пальтосын басыма жастап, көпке дейін иіскеп жатқам. Ағамның иісі сіңіп қапты. Біртүрлі жусанның иісі сияқты жақсы иіс. Мен бүйтіп жағасына мұрнымды тығып алдым да ұзақ иіскедім. Әжем ылғи, ағаңдан ау жусан төбенің үстінде мал қайырам деп жүргенде айдалада тапқанмын дейтін. Менің ағамда жусанның иісі содан қалған. Сөйтіп жатып ұйықтап едім, түсіме кірді. Мен де ылғи көкемнің пальтосын жамылып жататынмын. Менің көкемнің пальтосынан да жусанның иісі шығып тұрады, деді бір бала. Сөйткенше болған жоқ. Тұс-тұстан жамырай дуылдап соғыста жүрген әкелеріміздің, ағаларымыздың үйде қалған киімдерін еске алып, олардан шығатын иісті сөз етіп кеттік. Және бір қызығы, көпшілігіміз ол иісті жусанның, дәл өзіміздің ауылдың іргесіндегі жусанның иісіндей дестік. Онан бір кезде Аян: «Менен де жусанның иісі шығып тұрады, ағама тартқанмын. Міне, иіскеп көріңдерші», деп өз омырауын тұмсығына тықты. Біз дереу кезектесіп, оның омырауын иіскеуге кірістік. Өзі айтқаннан ба, әлде шынымен де солай ма, әйтеуір Аянның омырауынан бұрқырап жусанның иісі шығып тұрғандай көрінді бізге. «Рас ей, жусанның иісі шығады. Қандай сүйкімдей жусанның иісі», дестік бір ауыздан. Онан соң әрқайсымыз өз омырауымызға тұмсығымызды тығып, өзіміздің иісімізді өзіміз иіскеп, жаңалық ашқандай: «Әй, менен де жусанның иісі шығады. Менен де, міне иіскеп көрші, тура жазды күнгі жусанды төбенің иісіндей», десіп жан-жақтан шулап кеттік. Сәлден кейін басқа сөздің бәрі тыйылып, Аян ертегісін бастауға кірісер сәтте Есікбай тұрып: «Бүгін түнде Аянға шанасын кезек бойынша қосым беру керек», деді. «Иә саған, менің шанам сынып тұр», деді қосым. «Әй, осы әлгінде ғана сынған ештеңе жоқ еді ғой?» «Сынып тұр, түнде тебуге жарамайды. Керек болса, өзің бер шанаңды». «Мен беріп жүрмін, ылғи беремін. Ал сен неге бермейсің?» «Бермеймін сол», деп күңкілдеді қосым. «Сынып тұр». «Жарайды, қойыңдаршы», деп сөзге Аян араласқан. Бірақ осы кезде Есікбай қосымның бас киімін жұлып ап лақтырып жіберді. «Кет, тырнауық мысық, әйтпесе көресің», деп кіжінді. «Жарайды, қойшы Есікбай», деп Аян тағы да басу айтып. «Не қоятыны бар? Кетсін, қане кет», деп Есікбай мелшиіп отырған қосымды теуіп қалды. Қосым жер-көкті басына көтере, азан-қазан қып бақырып үйіне кетті. Есікбайды сыбап боқтап: «Қазір Тұржан ағама айтам бәлем», деп басып бара жатты. Бұл күні Аян жалғыз көзді дәу туралы ертегісін бастады. Бұл оның бұрынғы ертегілерінен де әлдеқайда қызық деді. Түнерген аспан, ат қораның іргесінен әрі қарай үңірейіп жатқан қорқынышты терең құз, бәрі күннің ерекше бір нұры құйылып жарқырағандай боп, басқа бір дүниеге, ертедегі күлкіге толы қызық дүниеге айналды. Біраз жер жүргеннен кейін жетім баланың қотыр-тайына тіл бітіпті, деді Аян. Қотыр-тай тұрып оған: «Мынау алда тұрған асқар таудан күндіз құс ұшып өте алмайды. Қанаты күнге күйіп қалады. Тек түнде ғана ұшып өтеді. Сондықтан біз түнді күтуіміз керек. Түнде маған да қанат бітеді. Сен тек жығылып қалмай көзіңді тарс жұмып, менің жалымнан мықтап ұстап отыр. Мен көзіңді аш дегенде бір-ақ аш. Сонда мына асқар таудың арғы жағында мұнан гөрі аласа шошайған қоңыр тау тұрады. Ол жалғыз көзді дәудің мекені», дейді. Жетім бала Қотыртайдың айтқанын түгел орындайды.
Түнде Қотыртайға қанат бітіп, асқар таудан ұшып өтеді. Бір кезде Қотыртай, енді көзіңді аш дегенде, жетім бала көзін ашса, дәл алдында ақырын теңселе қозғалып шошайған қоңыр тау тұр екен. Осы тұста Аян көзі шарасынан шығып, бізді жаңа ғана көргендей бәрімізге бір-бір қарап өтті. Жалғыз көзді дәу естіп қоймасын дегендей даусын бәсеңдетіп, сыбырлай сөйледі. Біз болсақ, шөп қуысына тығыла түсіп, төңірекке жалтақтай береміз. Түн қараңғылығында шошақ бөрікке ұқсап қарауытып тұрған ешкі өлместің шоқысы енді бірде жалғыз көзді әулие мекен еткен үңгір тауға ұқсап кетті. Дәл қазіргі сәтте сол үңгір таудың ішінде жалғыз көзі дәу қорқырап ұйқыда жатқан секілді. Оның қорқырай алған демінен шошақтау түндігін жел шайқаған киіз үйдей көтеріліп басылып желпілдеп, бірде ары-бері теңселіп, қозғалып тұрған сияқты көрінді. Демімізді ішімізге тартып, қараңғыда теңселгендей боп тұрған ешкі өлмес шоқысына көз тігіп, қарай беруге дәтіміз шыдамай Аянға қараймыз. Қараңғыда бозарып көрінген жүдеу өңі сол өзі айтып отырған қиялдағы дүниенің көріп отырғандай дірілдеп шытынап, көзі жалт-жұлт етеді. Ызғырық жел онан сайын суытып, қар ұшқындай бастады. Тұтасқан қап-қара аспан тұншықтыра салардай боп ауыл үстін тұмшалап тұр. Ит үрді. Тура жалғыз көзді дәудің иті ұқсап ұлы бүрді. Апыр-ай, жалғыз көзді дәу оянып кетер ме екен деп зәре ұқтымыз қалмады. Үстіп ертегі қызығына беріліп отырғанымызда шеттегі бір бала «Ойбай, өрт!» деді. Шөптің арт жағын ала, ызғырық желдің өтінде лаулап от жанып жатыр. Болат қораның төбесі күзде ғана сабанмен жабылған. Жанып жатқан сол сабан екен. Шетте отырған балалардың бірі шылымын сөндірмей лақтырып тастап, сабан сонда тұтанса керек. Жел өтін лезде лалпылдап көтеріліп кетті. Не істерімізді білмей сасқалақтап, қорадан секіріп түсіп, тым-тырағай қаша жөнелдік. Балалардың ең соңын ала секіріп түскен Аян «Ойбай, аяғым!» деп жан даусы шыға айғайлап жіберді де шоңқаң етіп жата кетті. Бірақ біздің оған қарайлайтындай шамамыз жоқ. Ауыл жақтан аттан деп жер-көкті басына көтере айғайлап, шолаққол бригадир Тұржандай жетті. Армия қатарынан жақындағаны қайтқан. Сол қолын білегінен оқ жұлып кеткен. Бірақ өзі аса қатыгез, мейірімсіз адам еді. Келген күні-ақ қан көріп қаным бұзылып келді деп үйіне жиналған қатын-қалаш, кемпір-шалдың зәресін алған. Бригадир боп тағайындалғаннан кейін жұмсағанда тілін қайырған талай әйелдері мен жасөспірім балаларды әлімжеттік етіп сабаған. Қазір сол Тұржан жүгіріп жеткен бойда қораның артында төрт бүктеліп, шырқырап жатқан Аянды дәу табан керзі етігімен теуіп кеп жіберді. Аян қалпақша қалқып барып, анадай жерге түскен. Тұржан енді оны қолындағы қамшымен тулақты сабағандай көміп алды да тағы да теп тай кеп. Бас демей, көз демей, былшылдатып тебе берді. Әуелде қолындағы даусы шығып шырқырап, ағатайлап шыңғырған Аянның біраздан кейін үні өшті. Керзі етіктің астында жансыз заттай илектеніп жата берді. Ауылдағы жұрт дүркірей жиналып кеп өртті сөндірді. Әлдегім келіп, былқ-сылқ етіп жатқан Аянды көтеріп алды. Қарт адамның даусы: «Иттің баласы, пәшеске берген қолыңның құнын осы қаршадай жетім баладан алайын деп пең? Ой, есіргі!» деп ақырды Тұржанға. Біз басқа балалар осының бәрін алыстан, бұта-бұтаның арасынан сығалап қарап тұрдық. Дір-дір етіп, шетімізден жылап жіберуге шақ едік. Ел кеткен соң жасырынып, бұғып-бұғып үйімізге тарадық. Үйге келсем, төсектер салулы, бірақ ешкім жатпапты. Атам екі көзі қанталап, терісіне сыймай тырсылдап ашулы отыр. Апам көзін сығымдап жылап отыр. Не болды екен деп шошып, босағада тұра қалдым. «Өй, аузыңды ұрайын, жаман неме!» деді атам жекіріп. Тұржанның тепкісін Аянмен бірге көрсең етті. Жаны тәтті шірік. Көрінбе көзіме. Мен үн-түнсіз жер шұқылап босағада тұрдым да, мұнан өзге ештеңе айтылмаған соң, аяғымды, сырт киімімді шешіп төрге өттім. Тамақ сұрап ішуге бата алмай, сыбдырсыз шешініп төсегіме жаттым. «Сорлы жетімнің күнін көрген сол да», деді анам бір кезде ауыр күрсініп. «Қорғары жоқ болған соң басынғаны ғой.
Бұл өз жанның баласы кісі өлтірер. Иттің сұры жаман, сұрынан шошимын, деп қойды атам. Таңертең ояна кетсем, апам жаңа сауып әкелген сүтін құрсаулы банкеге құйып отыр екен. Менің оянғанымды көріп, тұра ғой, мына жарты күрішкедей сүтті пешке қояйын, піскен соң іш, ал мына сүтті әлгі аянға апарып берейін. Байғұс бала көкпеңбек тұлыптай боп қозғала алмай жатқан көрінеді, деді. Киініп, жарты күрішке ыстық сүтті апыл-ғұпыл іше сап, Бапай шалдың үйіне мен де жеттім. Аян есігі жақтағы темір пештің түбіне төселген құрым киіздің үстінде кір-кір жұқа құрақ көрпегіні жамылып жатыр екен. Бір жан бастаған күйде қозғала алар емес. Қамшымен тепкі тиген денесі көкпеңбек боп күлгілдеп ісіп кеткен. Бет аузы да ісіңкі, көзі кішірейе жылтырап, жаудаңдап жатыр. Домбыға кезерген ернін жалап қойып, мен оның жанына кеп отырдым. Ол да үнсіз, мен де үнсізбін. Бір-бірімізге жалтақтап қарай береміз. Енді бірде апаммен жүн түтіп отырған Бапайдың кемпірінің сөзіне құлақ тостым. Байғұс баланың аяғын салдырдыңдар ма? Деп сұрады апам. Жоқ, әлгі шал ертеден бері зыр жүгіріп, сынық салатын адам таба алмады. Асылбек сынықшы бар емес пе? Жолаушы кетіпті ғой. Сәл үнсіз отырған соң, Бапайдың кемпірі Аянды кінәлай сөйледі. Жүгірмек ай десеңші, өзіне де обал жоқ. Түн жарымынсыз бір қайтпайды ғой. Елден ерекше осыны алып бара жатқан ненің ойын екен білмеймін. Ойының осылғырдың, ебай-ау, деп мұнан арғы сөзін сыбырға айналдырып жіберді. Осы үйдің көрпесін шірітіп, есі кіріп қалса да. Бапайдың кемпірі қанша сыбырлай айтса да, соңғы сөздері бізге анық естілді. Қып-қызыл боп кеткен Аян тістене шытынап, басын бұрып әкетті. Іргеге қарап жатты. Ойбай белім-ай, көп отырып қалыппын ғой, үйге кетейін, деп менің апам орнынан тұрды. Аян тәуір болғанша күнделікті бір күрішке сүтті бізден алып тұрыңдар. Бапайдың кемпірі апаммен ілесе сыртқа шықты. Қосымды соғу керек, дедім мен оңаша қалған соң. Аян теріс қарап жатқан күйде, ендігәрі өлсем де темекі тартпаспын, деді. Тұржан жаман адам, қаны бұзылған. Бұл сөзіме Аян жауап берген жоқ. Әлден уақыттан соң басын көтеріңкіреп маған. Анау пальтоны әперші, деді ілулі тұрған қара пальтоны нұсқап. Мен осы үйдегі жалғыз орындыққа шығып, пальтоны алып, оның алдына келдім. Аян басын жастықтан әзердеп көтеріп, екі қолын дірілдеп, пальтоның жағасына тұмсығын тығып жіберіп, құшырлана искеп-искеп алды да, тезіліп қой, әйтпесе ұрсады, деді. Онан соң шалқасынан түсіп, көзі бажырайып, кірпік қақпастан үйдің төбесіне тесірейе қарап ұзақ жатты. Қалың ойда жатқан сияқты, өңі сұрланып, дірілдей дем алады. Абарық, шырпының жіңішкелігіндей қолымен домбыққан ісіктерін сипады. Бір кезде ғана, ағам келеді ғой жақында әлі, сонда көрсетеді Тұржанға, деді. 10 шақты күннен кейін Аян төсектен тұрып жүре бастады. Тобығы тайған аяғын жер сыпырғандай көлденеңінен сүйретіп, солтақтап басатын болды. Мен оған, Асылбек шал келді ғой, аяғыңды салғызбайсың ба, дегем. Ауырады ғой енді, деді ол жабырқаған кескінмен. Ой, сен білмейсің ғой, тобығыңды қайта салғызғандай қалай ауыртатынын, сұмдық ауырады. Енді ол күнде кешке қарай сырғанақтың басына кеп, ойын тарқағанша қалқиып тұрады да қояды. Ойынға араласпайды. Бір-екі рет мен де Садықта шанамызды бергенбіз. Басын шайқап теппей қойды. Аяғым ауырады, деді. Кей күні ойыннан кейін мен кешкі тамақты ішіп ап, Бапайдың үйіне баратынмын. Мен келгенде Аян ылғи темір пештің аузында от жағып отырады. Ол кезде соғыс жылдарында біздің ауыл отынға сабан жағатын. Малатаспен бастырған астықтың сабаны орған қамыс сияқты ірі болады. Арасында шала бастырылған, кейде тіпті мұрты сетінемеген масақтар жиі кездесуші еді. Отқа жанғанда сабан дүр-дүр етіп лауылдап, алмасақ батырлап кететін. Аян от жағып отырып, білдіртпей ғана сол масақтарды жинайды. Лауылдап жатқан сабанның арасы бытыр-бытыр ете қалғанда, Аян қолын отқа тығып жіберіп, шала пісіп қалған күйлеш масақты лып дегізіп суырып алатын. Мен есікті ашқанда Аян жүзі жайнап қуанып кетуші еді. Былай шық деп дауыстап айтуға кемпір шалдан бата алмай, олар жаққа жаутаңдап қарап қойып,
темірпештің түбіндегі өз орны қара құрым киіз төселген қуысты меңзейтін. Мен қуысқа кіріп ап, олар кешкі шайларын ішіп болғанша Аянды күтіп отырам. Бапайдың кемпірі шалы екеуіне ғана майға бөктіріп талқан шылайды да, сенің тісің бар ғой деп, Аянның алдына бір уыс қуырған бидай төгеді. Міне, Аянның кешкі қорегі осы. Ол үнтінсіз қытырлатып отырып, алдындағы бір уыс бидай біткенше шай ішеді де, онан соң шынысын төңкеріп қуысқа келеді. Келе бірден сыбырлай сөйлеп, ертегі тыңдайсың ба? Деп алады да, менің бас изеуімді күтпестен ақ, баяғыда бір жетім болыпты деп бастай жөнеледі. Бір тәуірі Бапай да, оның кемпірі де біздің сөзімізге құлақ салмайтын. Майға шылаған талқанды көсіте асап, ыстық шайға бойы бусанған қарт қолтығындағы жастығын мыжылай түсіп, рахаттана кекіріп қоятында, енелерің дұрайын, осы екеуің-ақ сыбыр-күбірі бітпейді екен, қыз алып қашқалы ақылдасып жүрген жоқсыңдар ме? Деп әзілдейді. Кемпірі болса қабағын кіржитіп, жаман ит үрегіш келеді деп, мына біздің ұл мылжың көрінеді ғой, дейді. Екеуі де осымен тынады. Жатарында кемпір, майы таусылады, деп, өзі сығырайып тұрған жетілік шамның білтесін оны нәрмен сығырайтып тастайды. Мұнан кейін біздің бар жоғымызды естеріне де алмастан, екеуі екі жақтан тәтті қорылға басатын. Олар ұйықтасымен-ақ Аян әлгінде ышқырына тыққан күйелеш масақтарды алып, үгіп-үгіп аузына құятын. Жеп көрші, тәтті, деп бір-екі масақты маған да ұстататын. Үгіп-үгіп шала піскен дәнді мен де аузыма құятынмын. Бірақ шикі дәмі білініп тұрғандықтан жұта алмай, шайнап-шайнап түкіріп тастайтынмын. Кейде мен үйден нан алып келетінмін. Аян нанды көргенде көзі отша жанып, екі ұртына кезек бұралай тығып, қақалып қала жаздайтын. Тағы да бар ма, тағы да, деп менің қалтамның түбіндегі қоқымға дейін қағып, дегбірі қалмаушы еді. Бір күні балалар екіге бөлініп, қарат қыласып ойнамақ болдық. Ортамыздан екі атаман сайлап, қалғандарымыз екі-екіден жұптасып, әлгі екі атаманның қарауына тең бөліне бастадық. Бұл ойынға Аянның да қатысқысы келген, бірақ екі атаманның екеуі де оны өз топтарына алудан бас тартты. Ой, қой, сен жүгіре алмайсың шойтаңдап, дейді олар. Аян үшін мұнан ауыр жаса жоқ еді. Ол көзі жасаурап, ақсақ аяғын сүйреткен күйде екі ені салбырап кете барды. Мен шыдай алмай, оның соңынан жүгірдім. Аян жылап келеді екен. Екеуміз қатарласып үнсіз жүре бердік. Дәл Асылбек шалдың үйінің тұсына жеткенде, көз жасын алақанымен қатты уқалап сүртті де, әлгі үйге бұрылды. Мен де ердім. Асылбек шал малқораның ішін тазалап жүр екен. Неге келдіңдер балалар? Деді анадайдан дауыстап. Ата, аяғымды салып берші, деді Аян. Асылбек таяп келіп, оның аяғына қарады. Салып берін қалай? Мына аяғын қисық боп бітіп, жазылып кеткенге ұқсайды ғой. Енді оны қайта орнына салу оңай емес. Ауырғанына шыдар ма екенсің? Шыдаймын ата, салып беріңізші. Аянның даусы дірілдеп, жалынышты шықты. Енді сәл болса, еңіреп жылап беруге шақ тұр. Апыр-ай, жарайды, салып берейін қарағым. Үйге кіре бер. Әй кемпір, мына жиен балаға тамақ берші, әлденіп алсын. Біз үйге кірдік. Асылбектің кемпірі бізді төрге отырғызып бауырсақ пен айран әкеп берді. Сәлден кейін жуынып шайынып, Асылбектің өзі де кірді. Сырт киімін шешініп, кемпіріне көрпе салғызып, әлгінің үстіне Аянды жатқызды. Онан соң қойдың құйрық майын Аянның тобығы тайған аяғын сылауға кірісті. Ұзақ сылады. Өзі де тынымсыз сөйлеп, Аяннан да әр нәрсені бір сұрап, үнемі сөйлетумен болды. Бір кезде Аян, ойбай, деп баж ете түскен. Асылбек, шыда балам, шыда, деп оның бұлқынғанына қарамастан тырп еткізбеді. Аян құлындағы даусы шығып, ойбайлап жатты да, Асылбек оның аяғын уқалап, сылай берді. Онан соң кемпір әкелген шүберекпен әдемілеп таңып тастады да, ал болды, тобығыңды енді шығарып алма, деді. Бірақ амал не, Аян мұнан кейінде тобығын тайдырып алды. Ол көктем кезінде еді. Көктем шыға колхоз жұмысына бізде араласқанбыз. Ортасына сым темір салып өртеген бір-бір дойыр қамшыны қолымызға алып, өгіз жеккен соқаның басына міндік.
Жесір әйелдер мен бойжеткен қыздар соқаның артын ұстайды. Арайланып таң білінгеннен бастап ымырт қараңғысына дейін жер жыртамыз. Жер құйқасы майға бүккендей туырылып жатады. Соқа тісі сәл тереңдесе, бүкпе топырақ қалыңдап, өгіздер мықшиып тұрып қалады. Алақыстай шөп тарту, тұқым тартумен титықтап шыққан арық өгіздердің аузынан сілекейі шұбырып, аяқтарын шалыс басып күн ұзын соқа тартуға дәрмендері сорға жетеді. Онда да арқасын қайыстырған қамшының күшімен жетеді. Өгіз біткеннің сауыры қызылала қан, арқасы шоқпыт-шоқпыт жауыр болатын. Ертеден кешке дейін өгіз үстінде жұлынып, цоп тебелей бергеннен тамағымыз жыртыла ауырып, дойыр қамшы қарымызды талдырып, бізде әбден титықтайтынбыз. Таңдайымыз кеуіп, қаңырығымыз түтеп, қарнымыз ашып, қамшы сілтеуге әліміз құрып, бас айналып, көз қарауытып, қалғып мүлгей бастаған кезімізде соқа ұстаған әйел баяу үнмен: «Әй ұл, айдасаңшы өгізіңді» дейді. Бойыңдағы бар күшіңді жиып, қамшыны құлаштай сілтейсің. Арық өгіздер арқаларын құр құтайтаңдатып, қыржыңдағаны болмаса, жүрісіне жүріс қоса қоймайды. Ақырында өзіңнің қолың ауырып, сырқыратып кетеді. Сондайда өгізден домалап түсіп, жер тепкілеп жылағың келеді. Сенің сол мүшкіл халіңді сезгендей, соқа артындағы әйел өзі кеп, қолындағы қамшыны ала сап, өгіздерді шықпыртып жібереді де: «Жығылып қалма» деп қояды. Шама шырқыңның сол екенін ұғады ғой, жақсы ұғады. Әлден уақытта әйелдердің бірі қалжырай шыққан зарлы үнмен сызылтып қана: «Көкшебір таудың биігі-ай, алыстағы бауырдан хат алудың қиын-ай» деп ән салады. Ән емес-ау, жүректі ауыр шердің лықсып шыққан бір күрсілі секілді. Әнді екінші соқадағы әйел, онан үшінші соқадағы бойжеткен қыз қосылады. Үшеуі де зарлатады ау кеп. Үшеуінің көзінен де жас парлайды. Біз өгіз үстіндегі балалар көзімізге мөлт-мөлт етіп жас үйіріп, тамағымызға өксік тығылып бас көтере алмаймыз. Әйелдерге қосылып жылауға еркектік намысымыз жібермейді. Өйткені алғаш соқаға шыққан күні аян жылауды әркім біледі. Мықты болсаң, нағыз еркектерше қиыншылыққа жыламай бақ деген. Сондықтан жасық екенімізді білдірмеуге тырысамыз. Кешкісін жерден қазылған бараққа келеміз. Іші ұп-ұзын қап-қараңғы үңгір сияқты. Астына сабан төселген, жалғыз майшамның өлеусіреген жарығында не ішіп, не жегенімізді ажыратпастан талқаннан жасалған атала көше сияқты бірдеңені қалғып мүлгіп отырып ішеміз. Онан соң киімімізбен отырған орнымызда қатар-қатар сұлай кетеміз. Өне бойың салдырап, қозғала алмайсың. Қанша ұйықтағаның белгісіз, әлдебір уақытта Тұржанның «Әй жетпегірлер, тұрыңдар!» деп ақырғанын естисің. Қозғалуға шамаң жоқ, өне бойың езіліп, көзіңді аша алмайсың. Сол кезде Тұржан әрқайсымызды әке-шешеден түк қалдырмай сыбап, сирағымыздан дырылдата сүйреп, барақтың аузынан сыртқа қарай атып жібереді. Тағы да арқасы пышақтың қырындай өзі жауыр өгіздің үстіне жарбия жабысасың. Тағы да жақ бастап, соп себелеп, қарың үзірлердей боп тынымсыз қамшылау, түске жақын өзегің талып, әлің кетіп қалғи бастайсың. Кейде өгіздің үстінен домалап түскеніңді де білмейсің. Бусанып жатқан қара парға бұрқ ете қаласың. Көзіңді уқалап атып тұрып, соқа ұстаған әйелдің көмегімен өгіздің арқасына қайта жарбиясың. Осылайша күніне әрқайсымыз өгізден 2-3 реттен домалаушы едік. Аянның тобығы осындай бір өгізден домалап түскен кезінде тағы тайды. Ол қара парға бұрқ еткенде «Аяғым-ай!» деп баж етті де бүктеліп жатып қалды. Жүгіріп жанына бардық. Ол жыламауға тырысып тістеніп, көзін жұмып, көкпеңбек боп сызарып жатты. Аяғындағы көннен тігілген шоқайын шешпек боп едік, қинала ыңырсып, онан ағатайлап бебеу қақты. Көтеріп барақ қалып келдік. Ауылға баруға көлік болмады. Сол түні денесі қызып, таң атқанша сандырақтап сөйлеп шықты. Ертеңгісін біз жұмысқа кетерде ғана көзін ашты. Мен басқалардан жырылып, бір сәтке оның жанында қалдым. Өзімше ақыл айтпақ едім оған. Сөзді неден бастарымды білмей қайпақтап отырғанымда ол өзі бастады. «Ой, кеше аяғым қатты ауырды», деді дірілдеген үнмен.
тура өлгім ақ кеп еді, тағы ағамды ойлап қана тоқтадым. Онан соң біраз үнсіз жатты. Түймесі ағытылған күртесінің омырауына тұмсығын тықты. «Қарашы, жусанның иісі», деп қойды. «Енді аяғымды ағам келгенде бір-ақ салғызам. Ағам қалаға барып, ендігі әрі шықпастай етіп салғызады әлі». Ол тәтті ойға шомған күйде ағасы келген соң не істеп не қоятынын тегіс тізбелеп айтып шықты. Оның сөзіне қарап, мен ағасының жуықтағы күндердің бірінде қайтатынына титтей де шәк келтіргем жоқ. «Сағындым ағамды», деді ақырын күрсініп. Мен жұмысыма кеттім. Күні бойы өгіз үстіндегі жалғыз тілеуім, шіркін-ай, Аянның ағасы тезірек келсе екен, деу болды. Аян барақта 4 күн жатып қалды. Тек 5-ші күні кешкісін ғана тұқым тартқан арбамен ауылға жібердік. Осыдан кейін Аян тобығын қайтып орнына салдырған жоқ. Сол аяғын көлденеңінен сүйрете басып жүретін болды. Қу соғыстың бесіктен беліміз шықпай жатымақ біздің жүрегімізге салған жарасы қаншама еді. Сол жараның тыртығы өмір бойы удайсыздап жанға батып өтер-ау. Еш уақыт ұмытылмас. Асыр салар болған шағымызда тағдыр біздің қабырғамызға да бар зілін салды ғой. Сонда да болса басқамыздан гөрі Аянға қатты батып еді. Тағдыр оған дегенде ештеңесін аямады. Үлкендер жау шегінді десіп, күн сайын бір қуанышты хабар айтып жүрді. Мұның өзі біз үшін ертең соғыс бітеді дегенмен бірдей еді. Әскерден біртіндеп ер азаматтар қайта бастады. Бәрі жаралы боп қайтқандар, бірі қолынан, бірі аяғынан, бірі қабырғасынан, бірі көзінен айырылғандар. Бірақ сөйтіп жарымжан боп қайтса да, олардың әрі қайсысының келуі ауыл үшін үлкен мереке еді. Солардың бірде-бірі Тұржанға ұқсап, «Қан көріп қайттым, қаным бұзылды» деп есірген жоқ. Қаралы қағаздар да келіп жатты. Жаз ортасы. Аңызақ жел ұйтқи соққан ыстық күннің бірінде біздің ауылға тағы бір қаралы қағаз келді. Бұл жолғы қаралы қағаз ешкімнің үйінен зарлы жоқтау айтатын дауыс шығарған жоқ. Бұл жолғы қаралы қағаз көшеде ойнап жүрген балалардың ең соңында белі бос ыштанының ауын бүріп қолымен көтере ұстап, сол аяғын көлденеңінен солтақтай жүгірген күйде «Ей, тоқтаңдаршы, мен сендерге кешегіден де қызық ертек айтамын» деп жалына дауыстай жүгірген Аянға келген еді. Ол үнсіз қабылдады. Қаралы қағазды ұзақ отырып 2-3 рет ежіктеп оқыды да төрт бүктеп ышқыр қалтасына тықты. Онан соң ойнап жүрген балалардың жанына кеп, әдетінше алыс-жұлысты сырттай қарап қызықтап тұрды. Тек балалар үйде-үйіне тараған кезде ол ауылдың шетіндегі атқораға барып кірді. Соңынан мен де бардым. Сары су іркілген атқораның іші тұншығардай қапас тымырсық еді. Тастай қараңғы. Төбесіне ұя салған торғайлардың, олардың шырылдаған қызыл шақы балапандарының үні құлақты тұнждырады. Құжынаған шыбындардың ызыңы бір басқа. Қараңғылыққа көзім үйренгенше есік алдында тұрдым да, онан соң қабырғаны жағалап түкпірге қарай жүре бастадым. Аяқ асты сызданып, басқан сайын шырқ-шырқ етеді. Түкпірге де жеттім. Аян қараңғы бұрышта бір уыс боп бүрісіп, екі алақанымен бетін басып солқылдап, жылап отыр екен. Ұзақ жылады. Онан соң көзін сүртті де қорадан шықты. Сыртқа шыққан соң көрдім, көзі қып-қызыл боп кетіпті. Маған қарады да өзінен өзі жымиып күлді. «Күн ыстық, деді. Осыдан кейін бір жеті өткен соң, ертеңгісін 10 шақты қозы-лақты тауға қарай өргізіп жіберіп, қайтар жолда Бапайдың есігінің алдында тұрған арбаға көзім түсті. Бірсыпыра балалар осы арада екен. Аян жолға жүретін адамдай бар жоғын киініп алыпты. Мен таяп келгенде шеттеу тұрған Есікбай сыбырлап қана «Аян балалар үйіне кеткелі жатыр», деді. Осы кезде үйлерінен арбайдаушы жігіт және Бапай мен кемпірі шықты. Бапай арбайдаушыға Аянды станцияға дейін аманат қып тапсырғанын қайта-қайта айта берді. Ал кемпірі кеп Аянның бетінен сүйді, көзіне жас алды. «Қарағым, жолың болсын», деді жыламсырап. «Жақсыдан қалған тұяғың, қайда жүрсең де аман бол. Адам болсаң тауып келерсің әлі». Бапай да кеп Аянның бетінен сүйді. «Аман есен барып орналасқан соң хат жаз», деп қойды. «Алатын адам болмай тұр. Мына қоңыр сиырды дереу сатып, ақшасын қалтаңа салып беререм.
кейін қолым тисе базарға айдап барып сатып ақшасын салып жіберем ғой. Қойшы әрі, сен де осы не болса соны айтпай сатқаның несі? Ертең ер жетіп келе қалғанда мал керек емес пе аяңға, деп киіп кетті осы тұста кемпірі. Қарағым, бұл алжыған атаңның сөзін тыңдама. Әлі өзің кейін үлкен жігіт боп келгеніңде қоңыр сиырыңды өсімімен қолыңа тапсырамын. Аян балалардың бәрімен қол алысып қоштасты. Мен әлі бәріңе хат жазып тұрамын, деді күлімсіреп. Есікбай арбаның артына жабысып ап, оны талай жерге дейін шығарып салды. Арбадан түсіп қап, қара жолдың үстінде секейіп, ұзақ тұрды. Қайта келгенінде өте көңілсіз еді. Садық ойнайық деп еді ол. Менің басым ауырып тұр, деп үйіне кетті. Сол сәтте бәріміз де ойынға еш сауқымыз жоқ, көңілсіз едік. Көз ұшында бұлдырап арба кетіп барады. Қара жолдың шаңын бұрқылдатып барады. Аян бас киімін алып бізге қол бұлғап қояды. Біз балалар Аянды көп уақытқа дейін еске алып сөз қылушы едік. Кейде кешкілік бір жерге жиналып ап, алағыстай Аян айтқан ертегілердің есте қалғандарын қайталай айтып та жүрдік. Аянның ертегілерінің көңілімізге ұялағаны сонша, кейін ержеткен кездерімізде өзімізден кіші балаларға тамсандыра отырып айтатынбыз. Тіпті күні бүгінге дейін, сонан бері талай ондаған жылдар өтсе де, кей күні түнде далаға шыға қалсам, қараңғыда бөрікше шошайған ешкі өлмес шоқысы астында жалғыз көзді дәу ұйықтап жатқандай, соның қорқыраған демімен теңселіп тұрғандай көрінеді. Сол дәумен алысатын жетім бала қайда екен деймін сол сәт. Жазға салым жусанды төбе жақтан қоңыр салқын самал желеседі. Ашқылтым иесі аңқиды, жусанның иісі. Сондайда есіме тағы Аян түседі. Шынында да бұл күнде Аян қайда екен? Тірі ме екен? Ондай бала тірі болуы тиіс. Ондай бала алдына нендей мұрат қойса да жетеді. Ал тірі болса, жусанды төбеге бір оралмауы қалай? Жусанның иісін сағынбауы мүмкін емес қой. Соңы. Оқыған Жолтай Алтынай. Шығарма ұнаса лүпіл басып, арнаға жазылып, қоңыраушаны басып қойыңыз. Рахмет.